Облыстық кәсіпкерлер палатасының ұйытқы болуымен Германиядан 2 маман алдыртып, Сарыағаштағы шипажай қызметкерлерінің тәжірибесімен бөлісуге жағдай жасады. Немістің 2 бірдей білікті маманы ерлі зайыпты Клаус Тео және Моника Адольф 3 апта бойы шипажай қызметкерлеріне келген қонақтарға жоғары деңгейде қызмет көрсетудің қыр-сырын көрсетті. Аспаз Клаус Тео түрлі тағамның дайындау әдісімен бөлісті. Бізге көп нәрсе үйретті бұл кісі. Қалай қонақтармен общение ұстауды, сол сервировканы қалай істеуді, банкетке қалай дайындауды, фуршет қалай жасауды. Менеджер Моника Адольф болса, мейрамхана қызметкерлеріне келушілерге дастархан басында қызмет көрсетудің өзіндік біліктілігімен бөлісті. Шипажайдың тыныс-тіршілігімен жіті танысқан шетелдік мамандар мұндағы сервистік сапасыздық тұстары барын атап өтті. Тай менеджмент деңгейі өте төмен. Мысалы, бізде 8-де таңғы ас болса, 1 минутқа да кешігуге болмайды, ал мұнда ол талаптар сақтала бермейді екен. Неміс еліне тәжірибесімен бөлісуге келген мамандардың шығынын кәсіпкерлер көтермейді. Мұның барлығын Германия мемлекетінің тарапынан қаржыландырылады. Айта кетейік, дәл осы бағдарламамен өлкемізге 1 жыл ішінде 10-нан аса маман келген. Палата басшылығы алдағы уақытта жергілікті кәсіпкерлердің өтінішін ескере отырып, шетелдік мамандарды шақыртуды жалғастырады. I wish you a good meal. Enjoy your food.